Олар бүгін сабағымыз 41 сабақ 7 заңын қосу және азау жүйде. Сурет бойынша неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыр дейді. Қараңыздар, бүйтсек болады. Отырған бізде неше адам? 4 адам, иә? Тұрып тұрған неше адам? 3 адам екен. Ал жан жақта тұрған қанша адам? 3 адам екен. Бәрін қосқанда қанша адам? 3, 6, 7, 10 адам екен, иә? 10 адам деп жазады екенбіз, иә? Сұрақтар естіп қойсақ болады екен. Енді 7 сан мысалдарын қалай құрастырылғанын қара дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7. 7-ге 1 қосамыз 8 болады екен. Мына жерде қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ге 2 қосамыз, иә? 9 болады екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ге 3 қосамыз 10 болады екен, иә? Өстіп жазады екенбіз. Қараңыздар, міне. 1-ге қоссақ 7-ні 8, 2-ге қоссақ 7-ні 9, 3-ге қоссақ 7-ні 10, 7-ге 1 қоссақ 8, 7-ге 2 қоссақ 9, 7-ге 3 қоссақ 10 екен. Енді алу 8-ден 7-ні алсақ 1, 9-дан 7-ні алсақ 2, 10-нан 7-ні алсақ 3 екен. Әрі бізде қараңыздар, стандарт құрамын азайту мысалдарын құрастыр дейді. 7-ге 1 қоссақ 8, 7-ге 2 қоссақ 9 екен, 7-ге 3 қоссақ 10 екен, иә? Енді 8-ге 1 қоссамыз, 8-ден алсақ 1-ді 7, 8-ден алсақ 7-ні 1 екен, иә? 9-дан 2-ні алсақ 7, 9-дан 7-ні алсақ 2 екен. 10-нан алсақ 3-ті 7, 10-нан 7-ні алсақ 3 екен. Бұл бізде екінші есеп екен, иә? Ары қарай бізде 7-ге 3 қоссақ 10, 3-ге 7-ні қоссақ 10, 9-ға 2-ні қоссақ 9, 2-ге 7-ні қоссақ 9, 7-ге 1-ді қоссақ 8, 1-ге 7-ні қоссақ 8 екен, иә? Енді сандарды 7-ге арттыр дейді, үшінші есеп екен. Арттыр болғанда 2-ге 7-ні қосамыз, 2-ге 7-ні қоссақ 9, 1-ге 7-ні қоссақ 8, 0-ге 7-ні қоссақ 7, 3-ге 7-ні қоссақ 10 екен, иә? Енді кемітте 9-дан алсақ 7-ні 2, 10-нан алсақ 7-ні 3, 7-ден 7-ні алсақ 0, 8-ден 7-ні алсақ 1 екен, иә? Енді біз әрі қарай әдісін толтыру үшін қанша литр су құю керек дейді. 10 литр, 2 литр, иә? 10-нан 2-ні аламыз, сол кезде бірінші баклажкамызде бізде бөтелкемізде 10 литрден 2 литрді алсақ 8 литр қажет екен, иә, толтыру үшін. 10 литрден алсақ 5 литр қажет екен екінші баклажкамызге. 7 литрден алсақ 2 литрді 5 литр екен бізге 5 литр су керек екен, иә? Енді 7 литрден алсақ 5 литрді 2 литр су керек екен. Өстіп шығарады екенбіз, иә? Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.